Жұмыс насыл болды? Мен өкіметке түкті түсінмедім ше. Онсызда 20 миллион ғанамыз. Онсызда. Бірдеме сұрап атқан жоқпыз. Сұрап құқымызды қорғайық десек, ешнәрседе нетпейтін болдық. Ешнәрсені сұрамаймыз да, ешнәрсені талап етпейміз да, сот жоқ, емханалар жоқ, ешнәрсе жоқ. Бірақ бұлар неге бізді сонша қинайды? Онсыз да бәріне шыдап келе жатырмыз ғой. Адамдарымызды өлтіріп жатыр. Табиғи катаклизм деп өздері қолдан жасап өлтіріп жатыр. Әскерде ойбай шыдаймын ал деп оларды өлтіріп жатыр. Жоқ, үндемей келе жатырмыз ғой, айыппұлдарына да үндеп жатқан жоқпыз. Жаңа келе жатсам, аспаннан не шашып жатыр да, дәрі. Жоқ, біздің не бұларға жаңағыдай қандай кектері бар, бізде соны түсінбей жатырмын да. Бүкіл заңдарына шыдап келе жатырмыз, қымбатшылығына көніп келе жатырмыз. Жоқ, тағы не дейді сонда бұлар? Тағы не істесек жағамыз бұларға? Үндемеген сайын осы ма? Ал шықты, ал қаңтарда не қылды? Бәрін қырып жойды. Зейнеткерлік жасы анау. Атырмын заңдардың бәрін жасап атқан әрекеттерін бәрін бөтеннің тілінде сөйлеп жатырмыз. Бөтендер жағдайларын жасап жатыр. Оған да көніп келе жатырмыз. Өз отанымызда ұлтан болсақ та өз отанымыз ғой деп. Жоқ, не істеуім бұл? Қазақта мақал бар еді, Құдайға не істесем жағам. Не істесек жағамыз сонда? Онсыз да үндемей келе жатырмыз. Біздің күніміз қашан туады деймін да, қазақтың күні қашан туады?